Маусым айының 20 жұлдызында Access микростипендия бағдарламасының жабылу салтанаты ерекше аталып өтті. Кеш барысында түлектер өздерінің 2 жылдық өмірінде жинаған жетістіктерімен, тәжірибелерімен бөлісті. Америка құрама штаттарының елшілігінен келген шетелдік қонақтар түлектерге жылы лебіздерін білдіріп, алдағы өмірлеріне сәттілік тіледі. Бүгінгі біздің студияда қонақта Access микростипендия бағдарламасының жетекшісі Исманов Сардор Бақтиярұлы. Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар ма? Үлкен рахмет. Осы біздің студияға уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Жалпы біз сізді осы Қазығұрт ауданындағы ағылшын Access микростипендиясының жетекшісі ретінде танимыз. Жалпы осы бағдарламаны Қазығұрт ауданына алып келудегі алғашқы мақсатыңыз қандай болды? Әрине, Access бағдарламасы Қазығұртта алғашқы рет 2015 жылы келген, және бұл бағдарлама Жалынды жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен Американың Астанадағы елшілігінің қолдауымен, қаржы қолдауымен ұйымдастырылды. Жалпы бұл бағдарлама көп балалы отбасыдағы балаларға және дарынды балалардың ағылшын тілін үйрету, сонымен қатар Американың салт дәстүрін таныстыру болған мақсатымыз. Жыл арасындағы бағдарламаның қиыншылықтары мен тәжірибесімен бөлісе отырсаңыз. Микростипендиясы алғашқы рет болғандықтан көптеген адамдарда түсінбеушілік пайда болды. Өйткені тегін болды ғой бұл программа. Сол үшін бағдарламада басында кедергілер болды. Бірақ әрине ең соңында ата-аналар уже түсіне бастады программаның мақсатын, қандай екенін біз оларға түсіндірдік, көрсеттік. 2 жыл арасындағы жеткен жетістіктеріңізбен, тәжірибелеріңізбен бөлісе отырсаңыз. 2 жыл өте қызық болды. Access бағдарламасына жұмыс істеп, ағылшын тілін үйреттік балаларға. Ағылшын тілмен қоса оларға әртүрлі деңгейдегі тренингтер, семинарлар өткіздік. Жастарымыз тренингке қатысып, өздері одан кейін тренинг деген статус алып, ауылдарға барып, жастарға тренинг өткізді. Барлық мектепте оқушыларымыз жайлы айтылады. Өйткені Access барлық оқушыларымызды әзіргі кезде тек қана сол мектептің оқушысы сыныбы емес, оларды Access оқушылары деп айтады. Өйткені көптеген іс-шараларды біз мектептің ішінде өткіздік, аудандарға араладық, облыстарда көптеген оқушыларымыз конференцияларға, тренингтерге қатысып, өз аттарын шығарды, және жетістік өте күшті бізде. Алдағы уақытта біз тағы жалғастырамыз оқушылармен жұмыс істеуді. Бізде бұл программаның соңы емес, енді бастамасы деп білеміз, және де сенімдіміз. Сұхбатыңызға өте үлкен рахмет. Бүгінге айтарымыз осы. Дәл осы жаңалықты YouTube арнасынан қазақ және ағылшын тілдерінде мына сілтеме арқылы көре аласыздар. Сіздермен бірге болған мен Аралым Қайратқызы.